Дәрігер, енді менің келген себебім біліп отқан шығарсыз, мынау күйеуімнің жағдайын сұрайын деп, халі қалай енді жағдайы? Күйеуіңіздің халі өте мүшкіл, жаман десек те болады. 3 қана қабырғасы аман, қалған қабырғасының барлығы сынған. Не дейді? Рентгенге түсірдік бүгін. Одан кейін күйеуіңіздің басын томографияға түсірдік, басынан қатты зақым алған. Жағдайы өте мүшкіл. Мына көзін емдейміз, көзінен де қатты зақым алған. Көзін емдейміз, бір көзі болса болды, болмаса бір көзін алып тастаймыз. Одан кейін енді күйеуіңіз қаны пезер, қаншер бір айуандардың қолына түскен. Иә, мен соны айтам ғой, оған үнемі айтам. Жолама, аулақ жүр, жолама деймін. Тыңдамайды ғой мені, тыңдамайды. Не болды енді жатсын мынау? Енді мен кіріп көрсем болады ма? Болады әрине, жағдайын сұрап. Сөйтіп тағы 9 жігітке тақтым бүгін. Тағы 9 жігіт. Басты алдан жете бересіз. Пар, дейді. Қанша жыл төлешім ол, қанша жыл төлешім. Білесің ба? Милиция шақырып жазып жібере салмадыңыз ба? Ондай жоқ қой менде. Еркекше ғой менікі бәрі. Мен олар ұстап аламын, ертең больницадан шығайын. Ұстап аламын оларды. Біртіндеп сындырамын әлі оларды, бар ғой. Сөйтсем олар 20 екен ғой. Мен оны байқамай қалдым. Бір жігіт деп айтып артынан біреу таспен ба, турбамен ба ұрады ғой. Есінен танып қалыппын. Көзімді ашсам больницада жатырмын. Солай жігіттер, солай болды енді. Саламатсыздар ма? Жатырсыңдар? Жатырмын. Қалай жағдай? Жақсы болады. Ендігі тағы соғатымен көрейін. Болды. Мойныңды үзіп алам, түсінің бе? Болды, айттым ғой, болды. Жата бермей қайт үйге. Болды.